Ассалаумағалейкум. Аралас сандарды қосу азайтуды осындай бір көрінісі есептер кетуі мүмкін. Бұл есептерді шығаруда ең бірінші жеңіл түрінен бастайық. Шығаруды үйренуге. Мынау бірінші есебімізде өте жеңіл бір көрініс. Неге? Егерде оқушылар мынау натурал сан менен дұрыс бөлшек, қайталап айтам, дұрыс бөлшек келетін болса, балалар, бұндай жағдайда мына плюс жай ғана түсіп қала салады. Онда не болады? 8,7-ден 1 жауап шыға салады екен. Қайталап айтам, мынау бөлшек бізде дұрыс бөлшек болса ғана. Жалғастырамыз. Екінші есебімізде дәл сол сияқты. Мына бірінші есеппен айырмашылығы, мынау бөлшек бірінші келіп тұр. Бұнда да тек қана мынау плюсті тастап жаза саламыз. 7,8-ден 5 болады. Болды. Так, есебіміз шықты. Енді бүкіл әлем келіскен мынау бөлшектің бүтіні ал бірінші болып жазылады. Ал үшінші есептің өзгешелігі дәл мынау жоғары қағидалармен шыға береді, бірақ айырмашылығы мынау бөлшек қысқарады. Қысқаратын бөлшек болса қысқартуымыз керек болады. 9-ға қысқарса 3-тен болады, 4-тен болады. Дәл жоғарыда айтқан қағидамен натурал сан менен дұрыс бөлшек келетін болса, мынау плюс жай ғана түсіп қала салады. 14,4-тен 3 болып шықты. Ал мына төртінші есепте дәл осы үшінші есепке ұқсайды. Айырмашылығы бөлшегі бірінші келіп тұр. Бұндай жағдайда да қысқаратын болса бөлшегіміз қысқартамыз. Е болбасын тауып қысқартсаң 3-тен болады, 4-тен болады. Натурал сан менен дұрыс бөлшек болды. Плюс түсіп қала салады. 5,4-тен 3. Келесі есеп, бұл есептің өзгешелігі бүтінге бүтінді бөлшекке бөлшекті қосу деген қағидамен шығара береміз. Бүтінге бүтінді қоссаң 12 бүтін болады. Ал мына бөлшекке қосатын ешқандай бөлшегіміз жоқ, сол үшін оның өзін жазамыз. Ал мына алтыншы есепте бүтінге бүтінді қосамыз 17 бүтін, бөлшекке қосатын ешқандай бөлшек жоқ, өзін жаза саламыз. Келесі есебіміз 9-шы есепте де бүтінге бүтінді қосамыз 17 бүтін, бөлшек қосатын ешқандай бөлшекке қосатын бөлшегіміз жоқ, сол үшін бөлшектің өзін жазамыз. Келесі есеп 8-ші есепте мән беріңіздер. Бұнда тек қана плюс түсіп қалады десеңіздер, қателесу болады. Не үшін қателесу болады? Бізде мынау бірінші есебімізде дұрыс бөлшекпенен натурал сан келгесін плюс тастап жаза салдық. Ал бұл 8-ші есебімізде ондай емес, мынау бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек болып тұрғалдар. Бұрыс болатын болса, ең бірінші істейтін тірлігіміз мынаны араласқа айналдыруымыз керек. 12 бүтін дейміз дағын 11-ді кәдімгідей бөлшексіз мағынасын бөлу дегеннен пайдаланып тұрып, кәдімгідей бөлеміз. Бөлсек, сонда араласқа айналдырған кезімізде 1,7-ден 4 деген болып айналды. Болды, бүтінге бүтінді қосамыз. 13 бүтін, бөлшекке қосатын ешқандай бөлшегіміз жоқ. Оның өзін жазамыз. Келесі есеп 9-шы есеп. Бұл есепте дәл сол сияқты мынау бөлшегіміз бұрыс бөлшек. Бұндай жағдайда не істейміз? Ең бірінші араласқа айналдырамыз. Араласқа айналдырсақ 17-ні 5-ке кәдімгідей бөлеміз. Дұрыс па? Сонда 3,5-тен 2 болады екен, и плюс 8. Бұл бүтінге бүтінді қосамыз 11 болады. Бөлшекке қосатын бөлшегіміз жоқ, сол үшін бөлшектің өзін жазамыз. Келесі есеп. Бұл есепте сол жоғарыда айтқан қағида бүтінге бүтінді қосамыз 25, бөлшекке бөлшекті қосамыз қанша болады? 9-дан 6. Айырмашылығы мынау бөлшек қысқаратын бөлшек шығатын болса қысқартып қоюымыз керек. Балдар қысқарды, так 3-ке қысқарса 2-ден 3-тен болады. Сол үшін 25 бүтін 3-тен 2 деп қысқартып жазып қоямын. Так, келесі есеп. Бұл есептің айырмашылығы бүтінге бүтінді бөлшекке бөлшекті қосуымыз керек қой негізі, бірақ қауіптісі мынау бүтінге бүтінді қоса аламыз, бөлшекке бөлшекті қоса алмаймыз. Себебі олардың бөлімдері әр түрлі. Енді не істейміз? Мына бөлімдерін бірдей етеміз. Ол үшін не істейміз десе, 12 менен 16-ға 2ОЕ табуымыз керек екен. Ал 2ОЕ тапсақ 48 шығады. Сол 48-ді жазып алам. Ортадағылар жазайық бірінші болып. 17 сызықша бөлшек сызығы, то есть жазамдағыны 48-ді мыналардың орнына бірдей еткенімді жазам. 48 дегенді жазам. Ал енді оларды бөліп шляпаларына жазам. 48-ді 12-ге бөлсем менде
4 шығады, соны жазам. Ал келесі 48-ді 16-ға бөліп шляпасын жазам. Сонда 48-ді 16-ға бөлсем менде 3, соны жазам. Ал енді мына жерге сандар келу керек қой. Оны қайдан әкелеміз десе, мына екеуін көбейтіп әкелеміз. 4 жерде 5-ің 20, 3 жерде 3-ің 9. Бұл енді бүтінге бүтінді, бөлшекке бөлшекті қоса аламыз, бөлімдері бірдей болғасын. Ал қоса салсақ не болады? 17-ге 4 қоссам 21, бөлшектерді қоссам 48-ден 29 шығады. Келесі есеп 12-ші есеп. Бұл есепте де дәл сол сияқты бүтінге бүтін, бөлшекке бөлшекті қосуым керек. Қауіптісі мынау бөлшектердің бөлімдері бірдей болмағандықтан мен бұларды қоса алмай жатырмын. Не істеймін? Бірдей етім. Ол үшін 16 менен 8-ге 2 ОЕ табам. Сол 2 ойын тапсам менде 2 ойын тапсақ 16 шығады. Соны мынау бірдей еткеннің екеуінің орнына жазам, соны 16 деп. Енді не істеймін? Мына жерге сан келу керек қой. Бұны әкелем. Қалай әкелем? Шляпаны тауып әкелем. Ал шляпаны қайдан, шляпа тұратын санды қайдан табам десе, 16-ны 16-ға бөлем 1 болады, 16-ны 8-ге бөлем 2 болады. Мына жерге келетін санды мен мына екеуін көбейтіп әкелем. 11 болады, мына екеуін көбейтсем 10 болады. Енді кәдімгідей қоса береміз. Енді бұл мына екеуін қоссам 15 болады. Енді бұл жерде қауіптісі балалар, мынау бөлшекке бөлшекті қосқан кезімізде 16-дан 21 болады. Енді қараңыздар балалар, бұл жерде неге қауіпті? Бұл жерде қауіптісі бізде мынау пайда болған аралас санда мынау бөлшек бұрыс болып қалды. Бұрыс бөлшек аралас сан ешқашанда бұрыс бөлшектен тұрмайды екен. Енді не істейміз десе, егер де осындай бұрыс бөлшек шығып қалатын болса, обязательно ортаға біз плюс қоюымыз шарт. Плюс қоямызда мынаны араласқа айналдырамыз. Араласқа айналдырсақ бізде 15 плюс 1,6-дан 5 болады. Болды. Сол жоғарыда айтқан қағида бүтінге бүтінді қосамыз, сонда 16 болады. Бөлшекке қосатын ешқандай бөлшегіміз жоқ. Оның өзін жазамыз.